Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын рулеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Бар болғаны 20 минутта дайын болады. Оған бізге керектісі жұмыртқа, қант, су, тұз және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, миксерлеп аламыз бір келгі болғанша. Енді осы массамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап көпіргенше аппақ көбік устойчивый масса болғанша миксерлейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы массамыздың көлемі 2-3 есеге дейін үлкейіп, массамыз аппақ болды. Енді осы массамыздың үстіне електен өткізіп, ұн қосамыз. 3 бөлікке 2 бөлікке қосып, лопаткамның көмегімен астыдан үстіге қарай араластырамыз. Массамыз басылмауы керек. Егер де массамыз басылып қалса, бізде қамырымыз көтерілмей қалады піскен кезде. Сондықтан ақырындап араластырған жөн. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін үстіне суды құйып, бір келкі масса болғанша тағы да араластырып шығамыз. Мен рулетімді өрнекпен жасағым келді, сондықтан дайын массадан 3 ас қасық сұйық қамырымды алып, мен оған какао қостым. Өз еркіңізде какао қоссаңыз да, өрнек жасасаңыз да өзіңізге қарай, өзіңіздің фантазияңызға қарай. Мендегі бұл тек қана бір түрі көрсеткенім. Какао мен қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымды мен кондитерский мешокқа салып алдым. Сіздерде кондитерский мешок жоқ болса, целлофанға салсаңыздар да болады. Ары қарай өрнектің жасалу жолы барлығы да толықтай көрсетілген. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Міне бір лайфхак болсын. Қағаздарыңыз қозғалып тұрмай жатса, осылай мұжып, бүктеп қайта жазсаңыз, бір қалыпта тұрады. Міне основной массамызды құйдық, бір келкі етіп формамызға жайып шығамыз. Мінекей жаңағы мешокқа салған тестамызды, қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, бір-біріне параллель қылып құйып шығамыз қамырымыздың үстіне. Не көріп тұрғандарыңыздай, зубочистканың көмегімен узор жасап шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Рулетімізді духовкаңыздың максималды градусында 7-8 минут пісіріп алсаңыз жеткілікті. Міне менің рулетім дайын, оны ылғалды орамалға түсіріп аламын, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де осы орамалға 5-10 минут рулетіміз салқындағанша орап қоямын.
Мінекей менің рулетім салқындады. Ішіне начинкамды жақтым. Менде вареный сгущенка, ал сіз қалаған начинкаңызды жақсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.